Менің әкем маған әрқашан, ешқашанда аурухананы айтпа, тіпті оған жолама, аман жүр, оған түсуші болма, деп айтатын. Бір күні мен әкеме келіп, әке, не үшін маған аурухананы қорқытып айтасың? Не болып қалды деп айттым. Ол маған өзінің басынан кешкен оқиғасын айтып берді. Бір күні мен бір себеппен ауруханаға жатып қалған едім. Менің жанымда 4 адам жатқан болатын. Біз барлығымыз бір бөлмеде жаттық. Содан кейін түн батып, барлығымыз ұйқыға кеттік. Біреудің күлген дауысы шығып жатты. Мен үндемей өзімнің төсегімде жата бердім. Бірақ ол дыбыс қайта-қайта шыға берді. Менің жанымда жатқан бір науқас тыныш жатшы деп айғайлап жіберді. Ал ол күлкі болса тоқтап қалды. Мен содан кейін ештеңе болмағанда ұйықтап жата бердім. Таң атты. Таң атқаннан кейін мен суық хабар естідім. Сөйтсем, түндегі тыныш жатшы деп айғайлаған кісі өмірден озып кетіпті. Бірақ мен сонда да ештеңе түсінбедім. Содан кейін қайтадан түн батты. Әлгі күлкі қайтадан шыға бастады. Мен содан кейін үндемей ұйықтап жата бердім. Бірақ сонда да сол күлкі қайта-қайта қайталана берді.